деп барып сәлем бересіз ғой. Уважаемые друзья, дамы и господа, обратите внимание на экраны. Ойынның аты деген екен деп аталады. Біз қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Тапқан таянғанның бәрі тек қана тойға шашылсын дейді. Бүгінгі тойға шашылып жатыр. Ең активный қонаққа, ең күшті қатынасып отырған қонаққа главный приз 10 сотық жер. Ойды, қайсысы бұл? Кімде жер жоқ? Қай жерде деп сұрасаңызшы? Жасыбайда 10 сотық жер, таудың ішінде. Я свет жоқ, я газ жоқ, я ол жерге баратын жол жоқ. Бізде бар ма? Деген екен деп аталады. Крылатые фразы наших современников. Это артисты, это политики, это певцы, спортсмены. Допустим, для разогрева. Первое. Оқы, және оқы. Кімнің сөзі? Оқы, және кім? Оқы, және оқы. Кімнің сөзі? А? Кім? Ахмет Байтұрсынов. Рахмет. Ахмет Байтұрсыновты танығаныңа рахмет. Владимир Ильич Ленин. Это правильно. Ну, хотя ол Владимир Ильич Лениннің сөзі емес, ол сақау шал Құраннан ұрлап апты ғой албаста. И всем нам мозги пудрил 70 лет. Оказывается, оның сөзі емес екен. Деген екен. Слушаем внимательно, участвуем активно. Поехали. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кел, ортаға, билеп сығамыз. Атың кім сенің? Елдос. Елдос, айғайлама. Мен саңырау емеспін. Атың кім? Елдос. Кім болып келесің? Құрдасым Тәмересін. Сыныптасым. Тәмересін сыныптасың ба? Қойшы. Сен қатты күлмеші, анда көзің жоқ бұл күтеді қатты күлсің. Вообще, үйленгенсің ба? Жоқ. Неге? Строго на себе фокус. Ты на себя фокус переведи на другого человека. А? Ерте. Ерте? Жасың 36-ға келді, қайдағы ерте? 23-темін ғой. 23-тесің, онда сен бала екенсің, сүт екенсің. Кім болып жұмыс істейсің? Магистрант студентпін. Әлі студентсің ба? Стипендиям қанша? 97 мың. Мені асырап алшы, көкем. 97 мың деген жақсы ақша ғой. Правильный ответ. Ыбырай Алтынсарин. Это совершенно верно, друзья. Шабала құрмет, қошемет. Неужели мына балада қыз жоқ вообще? Неужели қыз жоқ? Или сен ба қызың, а? Не родилась? Ну, ребята, это вообще жестко. Не родилась деп айтуға болмайды. Хотя бы школу не закончила деп айтсаңызшы. Ой, не родилась болса, ол қыз пока туады. Ол пока дүниеге келіп, мынау деген шал болады ғой уже. Рахмет, молодец, красавчик. Так, далее, слушаем, кеттік. Мынау кімнің сөзі? Отец русский, мать кореянка, ал мен қазақпын. Кімнің сөзі? Құда, келіңіз. Билеп шығамыз. Мен сонша билеп атырмын, жыртылып, хоть меня поддержал бы. Атың кім? Батырхан. Батырхан, кім болып келесің? Хақназардың досы. Хақназардың досысың. Беті қызарып кетті. Ішіп отырсың ба? Ішпеді. Қашан ішесің? Ішпеймін. Өтірік айтты жынды. А что тогда перегаришь? Там надышали просто. Надышали. Все на тебя дышат. Молодцы. Кім болып жұмыс істейсің? Инженер. Где инженируешь? Кигок. Светтің бастығы кім ол мына бала? Үйленгенсің ба? Иә. Қайда ол? Үйде. Сен не алушысың? Бала кішкентай алмаймын. В смысле, сен алмайсың? Үйде қалды, екібастұз. А ты в Астане, да? Астанада неше күн боласың? 4. Жынды. 4 күн бойы не істейсің сен? Қанша ақша алып келдің? Чисто, кайфушаға. 500. 500 мың теңге, друзья. Давайте, налетаем на него. 500 мың теңгесі бар. Бүгін кешке где планируешь?
ой кішке білмеймін қайда болған. мынау той біткенше аман болса болды екен құдай. Мынау той бітпей жатып қойын деп тұр ғой уже. Дұрыс жауабы. Геннадий Головкин. Геннадий Геннадьевич Головкин. Шабалақ, құрмет, қошемет. Это совершенно верно. Хақназардың досы, сен құда бала ретінде ты имеешь в праве что-то выбрать из себя. Ой, из себя деп помню, из этих подарков. Өзіңе ұнаған біреуін алшы. Ол құдашағыныкі. Басқасын ал. Мынау нағашылардікі. Басқасын алшы, басқасын. Ол чайник, ол жиендердікі. Басқасын алшы. Не мынау? Сақал қаратын ба? Мынау саған құтты болсын. Молодец. Красавчик. Молодец. Продолжаем. Слушаем внимательно. Дикий кабан, не дикий кабан, добрый кабан, не добрый кабан. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Келіңіз, ортаға билеп шығамыз. Билеп. Атың кім сенің? Ермек. Сен Ермек Өзбекстанның посолы емессің ба случайно Қазақстандағы? Қасың қосылып тұр кәдімгідей. Неме, кім болып келесің? Гүлжан әпкеміздің әріптесі. Әріптесі ма? Кім болып жұмыс істейсің? Прокурор. Бақытты бол. Жүрген жерінде жолың ашық болсын, аман бол. Я против ничего не имею. Ты очень классный мужик. Ты просто потеешь. Правильный ответ. Дикий дарабоз. Дикий дарабоз. Я засчитаю, что это правильный ответ. Хотя это неправильный, потому что ты прокурор. Саған сақал қыратын. Ортасын ашып жібер. Қыр жіберді, ашып жібер. Они не дышат. Нұрлан имам. Нурлан имам болған үшін за правильный ответ 2 подарка. Ал. За неправильный и за правильный ответ. Молодец. Вот что надо быть прокурором. Молодец. Арыстандай, айбатты жолбарыстай, қайратты, қырандай, күшті қанатты мен жастарға сенемін. Келіңіз, ортаға. Келіңіз, билеп шығамыз. Ома! Сіз неге билемей тұрсыз, сізге билеуге болмай ма? Біледі ме? Не беймін. Далада тоңып тұрған сияқты, остановкада. Атыңыз кім? Азамат. Кім болып келесіз? Томиристің әпкесі. Томиристің әпкесі Азамат. Танысып қойыңыздар. Әпкесі. Әріптесі. Кім болып жұмыс істейсің? Сенат. Мынау сенат екен. Мана екінші подаркыңды берші мынаған. Тут еще выше станции люди. И ойнап айтам құрсын. Бәрін керексіңдер маған. Сен де маған керексің. Сенат. Ужас. Дұрыс жауабы? Мағжан Жұмабаев. Правильно. Не аласың, Сенат. Любой алшы. Может, мына отырғышты полностью. Стульчик. Алып кете берсе бұл. Мынау алып кетейін деп тұр ғой. Мынау сізге новый состав. Аптечка. Ішінде мефедрон бар. И келіңізші, Сенатаға. Азамат, я? Үйленгенсіз ба? Кімге? Әйеліме. Дұрыс қой, еркек әйелге үйленеді ғой енді. Аты кім? Гүлжан. Осында ма? Жоқ. Ол қайда? Үйде. Үйде не істеп жатыр? Білмеймін қазір не істеп. Күйеуі әйелінің не істеп жүргенін білмейтін Азамат, мынаны әйеліңе апарып берші, пожалуйста. Может, әйеліңе звондармыз қазір, не істеп жатқанын білейікші. Мне самому интересно стало. Үйде ғой. Надеюсь. Аман болыңыз. Жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Кімнің сөзі? Рахмет. Ойба. Хақназар. Сен кімің болып келеді? Хақназарға кім болып келесіз? Мен ба? Ағасы болып келем. Туған? Жоқ. Бөлем болады. Бөлесі, шапала, құрмет, қошемет. Атыңыз? Жарқын. Жарқын. Кім болып жұмыс істейсіз? Мен ба? Любой сұраққа мен ба деп жауап бермеңізші. Сіз. Жоқ. Вообще жұмыс істемеймін. Жұмыс жоқ болса да, сіз бақыттысыз да? Бақытты. Любой қазақстандық сияқты екен мынау. Жұмысы жоқ, бірақ бақытты.
Дұрыс жауабы? Тоқаев. Вот қазір сен Тоқаев алдында тұрса, Тоқаев деп айта аласың ба сен? Айта алмайсың ғой. Дұрыс жауабы? Тоқаев. Қойсайшы. Енді аты жөнімен айтсайшы енді. Білмеймін атын. Неге білмейсің? Нұрсұлтан Әбішұлы? Назарбаев. Жоқ. Тоқаев. Тоқаев. Аты жөні? Тоқаев. Тоқаев деген фамилиясы, аты жөні? Кемел. Ұлы Тоқаев. Аты? Қасым Жомарт. Қасым Жомарт. Тоқаевтың алдында болса үйтіп жатып тұрмайсың ғой кәдімгі. Сразу айтасың ғой, Кемел Жемелович деп. Шапалақ, құрмет, қошемет. Правильный ответ. Сізге не берсем екен? Так, өкше қыратын бар, сақал қыратын бар, депиляция жасайтын не бар? Жоқ, не керек сізге? Фем ба? Үйленгенсіз ба? Үйленген. Әйеліңіз бар ма? Бар. Қаяқта? Мына жақта. Тұрыңызшы орныңыздан. Әйелі бар ма? Кәне? Красавица. Наны кімге алып барып бересің? Әйеліме бар. Молодец, подкаблучник. Сен мой айтам. Молодец. Бірден әйеліне апарып беріп жатыр. Құдай, жаным сол. Аман бол, құда, красавчик. Тоқаевты зорға танып тұрған құда. Тоқаевты танымайды, басқа кім таниды ма кісі? Өзінің әйелін танығанына шүкір айтуы. Так, дальше. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Кімнің сөзі? Келіңіз, жеңеше, ортаға. Большие розочки, сейчас в тренде. Кім болып жұмыс істейсіз? Істеймін. Құда сияқты ма? Бірге, онда сіз құдамен коллективсіз. Безработный болсаңыз. Классно. Где живете? Павлодар. Павлодар? С кем? С мужем. А где муж? Кәне мужы. Бағана қап-қара кісі ғой, нағашылардан сөйлеген, е? Қап-қара жігітті аппақ қылып киіндіріп қойыпсыз. Аруақ құсатып. Өзің ақ болып киінгесің ғой, ананы ақ қылып киіндірген. Қызыл болсаң, қызыл қылып киіндіретін едің ғой да. Дұрыс жауабы? Абай Құнанбаев. Неге соны жасамасқа, неге жасамасқа, соны жасау керек па дейді. Кімнің сөзі? Кімнің сөзі? Кел, ортаға. Кім болып келесіз? Томиристің нағашысының Қайрат дегісінің інісі болып. Сонда практически сені бүгін ешкім шақырмаған, е? Жоқ, шақырған. Не айтып кетті құдай? Томиристің қайтаңыз? Нағашысының інісі. Нағашысы кім? Қайрат аға қайдасыз? Сол Қайрат ағаның Інісі ол. Азғының інісі. Шықпай-ақ қойшы, көзіме көрінбеші. Қатысың жоқ адамсың ғой сен. Ойнай айтам. Кел. Молодец. Такой жизнерадостный. Басында 4 кредиті бар еще. Үйленгенсің ба? Үйленгем. Кімге? Әйеліме? Әйелің аты? Майя. Қайда? Үйде. Үйің қай жақта? Астанада. Өзіңнің атында ма? Үй ма? Значит, өзінің атында емес. Зарплата кімнің атына келеді? Өзім атыма. Өзің атында қонда? Жоқ, үй ма? Үй әйелім атында. Короче, с тобой все ясно. Не үшін шықтың? Жаңағыдай айтқан сөздің авторы Ермахан Ибрагим. Ермахан Ибраим, шабала, құрмет, қошемет. Молодец. Әйелің атында ма үй? Өзің атыңа аударғың келе ма? Маған хабарлас, менде риэлторская компания бар. Біз не? Болмайды? Быт шығып кетті ғой мына үншегі Қайрат. Әйел көргем кеп тұр менің. Вообще. Инстаграм аккаунты болса жіберші. Лайк басайын. Так, дальше продолжаем. Не стоит температуры. Джеки Чан. Кімнің сөзі? Ай, молодец. Красавчик. Сен өзісің Қанатаға ұқсайсың негізі бар ғой. Қанатаның жұмсақ түрі ғой, жуас түрі. Атың кім? Дәуен. Кім болып келесің? Хақназардың ағасы. Хақназардың ағасы. А где у тебя значок құдалар деген? Куда ты дел?
ана пиджакпен келдің ба? Молодец. Кім болып жұмыс істейсің? Инженер. Инженер. Қай жерден келдің? Павлодардан. Павлодардан. Хақназардың ағасы. Правильный ответ. Қаната. Хан ата. До чего докатились? Хан атаның сөзін жатқа білеміз. Шабала, құрмет, қошемет. Это совершенно правильный ответ. Сіз құдасыз, сіз біздің Хақназар күйеу баламыздың ағасысыз. Любой нәрсені алыңыз өзіңізге ұнаған. Почему именно женская плойка? Шашың жоқ қой, кімге алып атсың? Нет, самый маленький подарок просто. Самый маленький подарок. Келіншегің қаяқта? Почему мына жақтан қарайсың? Мына жақта отқан жоқ па? Кішкентай баламен жүр. Келіншегіңе өзіңе, знаешь, мынадай не берейінші? Жүзік берейінші ма? Өз бағасы 3000 теңге. Каспий 8701. 8701. Я в полном серьезе. 8701. 8701. Отпечаток пальцев. Каспийімда. Қандай күшті байсың. Ойнап айтам, Шабала, құрмет, қошемет. Ойбай, просто Каспийімда қанша ақша бар білейін деп едім ғой. 980 000 теңге бар екен. Кім қайда ана? Хақназардың досы қайда 500 000 алып келген қууға. Сен мына баланың қасында қу кедейсің. Мынада 980 000 теңге бар. Брат, сен мен қасында болайыншы. Бүгін кешке не план сенде? Үйге бар ұйықтайын. Мана 500 000 теңгесі бар, брат, қайда? Сен маған керексің, маған ұйықтайтындар керек емес. Шабала, құрмет, қошемет. Той қаласын, молодцы!